Мал ұрылары таза басқышқа шығыпты. Яғни, енді олар сіздің малыңызды, ешкіңізді, ямаса қойыңызды жасырын түрде ұрламастан, сіздің көз алдыңызда өзіңіздің разылығыңызбенен алып кетіп жатыр. Яғни, егер сіз малыңызды, ешкіңізді, ямаса қойыңызды сатаман деп телеграм группаларда, ямаса олдексте дағазалайтұғын болсаңыз, олар сол дағазаға тикар үйіңізге келіп, мал, ямаса ешкіңіз, қойыңыз садақа, ямаса тойға керектігін айтып, қарызға беруіңізді сорап, сізді алдап, сентіріп алып кетеді. Кейін болса, ол адамды таба алмай қаласыз. Яғни, пұларыңызды да бермейді, малыңызды да қайтарып бермейді. Бұл жағдай қазіргі уақытта көп ұшыраспақта. Маған хабарласып тұрған адамдардың айтуы бойынша, бұл бойынша шағым қылып барса, ішкі істер органдары бұл жинайет ісі болмайды, бұқаралық мүнәсібеті өзің қарызға бергенсің деп қайтарып атырған екен. Бірақ бұл жағдай тек қана біреу ямаса екеу емес, бір қанша қайталанып жатыр. Сондықтан ішкі істер министрлігінен бұл халатқа айрықша әтібар беріп, жинайет ісін қозғатып, жәбіркешілердің нызамлы мәпілерін қорғап беруді ілтимас етіп қалар едік.